Сәлеметсіздер ме? Мен Татьянова Жанерке Геннадьевна, Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының Рудный қаласы білім бөлімінің Ахмет Байтұрсынұлы атындағы жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Біртұтас тәрбие бағдарламасы оқушыны жан-жақты дамыған тұлға ретінде қалыптастыруды көздейтін рухани адамгершілік, эстетикалық, азаматтық, ұлттық құндылықтарды тоғыстыратын кешенді тәсіл. Бұл бағдарламаны әдебиет сабағында өнер түрлерін үндестіру арқылы іске асыру өте тиімді жолдардың бірі. Мысалы, 8-ші сыныпта Тахауи Ахтамовтың күй аңызы әңгімесін интеграциялық сабақ формасында өткіземіз. Музыка өнері бойынша сабақтың басында бір оқушыға күй орындатқызып, күй арқылы эмоционалды түрде сабаққа бейімдеуге болады. Бейнелеу өнері бойынша шығармада күй өнерінің құдіретін танытатын сюжетті сурет салғызып, ал көркем еңбек бойынша шығармада кездесетін ұлттық құндылықтарды қол өнер арқылы, болмаса коллаж арқылы сипаттатуға болады. Біз күйдің құдіретін бейнелейтін сурет салдық. Бұл суретте бізде күй аңызы шығармасындағы естемес деген күйшінің бейнесі және де нар, сол домбыра тартып жатқан кездегі нар идірілген сәт көрінді. Бұл біз күй аңызы шығармасы арқылы біз өзіміз рухани азық алдық. Бұл рухани дамытты. Біз бұл жерде нар идірген күйінің шығу тарихын көп біле алдық, және де бұл біздің рухани өсуімізге көп пайда берді. Бұл сабақ түрі әдебиет пен өнер бірлігін нақты көрсетеді. Біртұтас тәрбие бағыты бойынша ұлттық тәрбие, эстетикалық талғам, рухани байлық беру мақсатын толық орындайды. Оқушылар өнерді ұғыну арқылы терең дүниетаным қалыптастырады.